Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі қазақ тілінен жаңа тақырыбымыз шебер бала. Ребята, шебер бала переводится как умелый ребенок или талантливый, или мастер своего дела. Ал енді балалар, біз сіздермен әдеттегідей жаңа сөздермен таныс боламыз. Жаңа сөздер, вы знаете это, новые слова. Шебер, мастер, қызығу, любопытство, айырбастап алу, это обмен. Шырпы қораптары, коробки, спичек. Давайте еще раз повторим новые слова и запомним, хорошо? Шебер, қызығу, айырбастап алу, шырпы қораптары. Келесі тапсырма, второе задание, екінші тапсырма, 61-ші бет. Кітапты ашамыз, откроем книги и прочитаем текст. Мәтінді оқы. Мырзабек шебер бала. Шебер бала – это умелый ребенок, да? Мырзабек очень умелый ребенок. Ол ойыншықтың бәрін өзі жасайды. Он все свои игрушки делает сам. Ол шырпы қораптарынан әдемі үй жасады. Он из картонных коробок мастерит красивые дома. Иманбек бұл ойыншыққа қатты қызықты. Иманбеку очень понравились его игрушки. Не беріп айырбастап алсам екен, деп ойлайды. Чем бы мне с ним поменяться, думал он про себя. Ол Мырзабекке, мен саған добымды берейін, сен маған ойыншық үйіңді берші, дейді. Я дам тебе свой мяч, а ты дай мне свой игрушечный домик, сказал он Мырзабеку. Мырзабек допты алмады. Ол Иманбекке ойыншық үйді берді. Но Мырзабек не взял мяч. Он просто так отдал Иманбеку свой игрушечный домик. Мен өзіме тағы жасап аламын, деді Мырзабек. Я могу себе еще один сделать, сказал Мырзабек. Иманбек рахмет деп қуанды. Большое спасибо, радостно ответил Иманбек. Балалар, мәтінді тағы да өзіміз қайталап оқимыз. Еще раз самостоятельно прочитаем текст. Келесі бізде үшінші тапсырма 61-ші бет. Тиісті қосымшаны жалғап оқы. Прочитайте, добавляя нужные окончания. Мы делаем это устно, ребята. Здесь у нас есть нужное окончание. Тиісті қосымшалар. Мын, мін, сің, сіз және сыз. Ал енді ойланамыз. А теперь подумайте, ребята. Здесь вы можете проверить себя. Мен шебермін. Окончание мін. Мен ұқыптымын. Бұл жерде мін қосымшасы. Мен ұқыптымын. Это переводится как я аккуратный. Мен ренжимін. Бұл жерде мін қосымшасы. Сен шеберсің. Ты мастер. Сен мейірімдісің. Ты добрый. Сен ренжейсің. Бұл жерде сің қосымшасы бар. Сіз шеберсіз. Сіз ақылдысыз. Сіз ренжейсіз. Жарайсыңдар, балалар. Келесі бізде 5-ші тапсырма. Это у нас письменное задание, поэтому пишите в тетради, хорошо? 5-ші тапсырма 61-ші бетте. Бұл жерде жақшаның ішіндегі тиісті сөздерді қойып жазамыз. Вставьте нужные слова из скобок. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.